Бақытова Нұржамал, осы жеке кәсіпкермін. Осы 2007 жылы өзіміздің отбасылық шағын ғана ауыл шаруашылығымен айналыса бастадық. Содан кейін 2010 жылдан ары қарай сұранысқа ие бола бастағандықтан біз үлкен қымыз өндіру компаниясы болып жұмысымызды жалғастырдық. Сол кезде бізге жылқы басын көбейту қажет болды. Біз аграрлық несие корпорациясынан 39 миллион ақшалай несие алдық. Соның арқасында 120 бас бие алып, міне қазір үлкен өндіріске қадам бастық. Біздің қазіргі уақытта біздің қымызымыз Астана қаласы бойынша 60-70% нарықта. Астана қаласындағы Галмарт, Фермак және тағы да басқа ірі ресторандар желісінде біздің қымызымыз сатылымда. Енді бізде болашаққа деген жоспарларымыз өте көп. Оның бірі тағы да жылқы басын көбейту. Қысы жазы сіздер білесіздер, өзі қымыз деген мезгілмен жасалынатын нәрсе. Сол біз қысы жаз тоқтамай халыққа өзіміздің өнімімізді жеткізу мақсатында тағы жылқы басын көбейткіміз келеді. Болашақта сонымен қатар басқа да Қазақстан өңірлеріне қымыз жібергіміз келеді. Өйткені басқа өңірлерден, әсіресе батыс өңірден бізге деген сұраныс өте көп. Шетелдерге шыққымыз келеді. Айта кететін болсақ, былтыр біз Экспо 2020 Дубай қаласында 6 айлық экспо көрмеге қатыстық. Сол жерде біздің өніміміз барлық әлемдік туристерге ұсынылды. Нәтижесі жаман емес, және де сұранысқа иеміз.